көріңіз. Құр қолға бата жүрмейді. Құрғақ қасық ауыз жыртады деген ал енді шапаның батасы илахи. Бұл кімнің үйі мынау? Нұрханның үйі мына балаңыз. Нұрхан отбасы бала шаға аман болсын. Тыныштық баршамызға заман болсын. Табиғат таусылмаста ырзығы беріп таусылмаста асырғанда таған болсын. Абырой амандығың арта берсін, бағдәулет қызыңмен қатар келсін. Қонағың жақсы көріп, жиі келіп, үйіңнен тата берсін. Осындай ойын сауық бола берсін, үй ішің тойлы-монға тола берсін. Өмірдің гүл жайнаған жәннатында басына бақыт құсы қора берсін. Осы үйге көп бала берсін, балаға таудай талап сана берсін. Бәрі де балалардың өнерлі болып, бақыты барған сайын жана берсін. Осы үйге сұлу мінез келін келсін, келінге адан ниет беріп берсін. Ақ көңіл ата-анаға мейірімді болып, қызығын бала-шаға түгел болсын. Тыныштық елімізге бере берсін, молшылық жерімізге ене берсін. Соғыстан, зұлзаладан ел-жұртымыз аман болып, қызықты бейбіт халқын көре берсін. Жаныңда жақсы көріп, көршің болсын, көршіңіз жақсы болса, бейне түркін. Ағайын, туған, төш, жегеттарың бәрі де сау-саламат аман болсын. Рәтмеді пазымен дайын болсын, алдыңнан 8-5 кең сұра үйінде толып ішіне. Жинандығалық бір талай. Атамыз Адам Сафиде Мұстафа болып тоғасы келе жатқан жол осылай. Жаңылып кетіп құлысыл айтпаға сөзі нақылай. Оң қарайын десе талапты құдіретке бар оңай. Тойдан тоғы жалғас, бола көсін жақсылық. Аз дайымда осылай. Сырым батылы. Бәрі керек. Баласы үйленіп атқан бір ауылға түскен ғой, той болып жатқан. Бір кезде сырым белді деп бата сұрағанда қысқа нұсқа ғана бата берген ғой, 6 жұртың аман болсын әумин деп. Ел түсінбей ауыз сырым, қазақ 3 жұрт дейтін еді, 6 жұртты қайдан шығардың дегенде. Үйленіп жатқан жігіттің 3 жұртына түсіп жатқан келіннің 3 жұртын қостың деген ғой. Қысқа нұсқа естіп қайтарған бата. Кейбір бата ұзақ болады, кейбіреу қысқа болады. Қайсысын Алла қабылдайды. Сәбит Мұқан мерейтой беріп, Алматыда жырауларды, жазушыларды, атақтыларды жинап, кейін дастарханның батасын Бауыржан Момышұлынан алған ғой. Баукең батасын берген, арадан 10 жыл өткен, 70-ке толды ма, 60-қа толды ма есімде жоқ. Келесі мерейтойында тағы да Баукеңнен сұрапты, Бауыржан Момышұлдан. Бауыржан Момышұл баяғы 10 жыл бұрын берген батасын қайтадан берген ғой. Жерде қаншама жазушылар бар, Бауыржанның батасы деп жазып жүрген. Бауке басқа бата бермедіңіз ба? Баяғы 10 жыл бұрын берген батаңыз қайтып бердіңіз ба десе, Бауыржан Момышұл айтқан екен. Бауыржан Момышұл бір-ақ рет сөйлейді деп. Бірақ енді сізді білеміз ғой, бір берген батаңыз қайтып бермейтініңізді. Көп қой бата. Ертеңде сол Баукеңнің батасы, Сырымдатудың батасы деген сияқты Смағұл атамыздың батасы деп айтып жүреміз. Атамда бата көп. Көп батадан енді айтыңыз. Балдарға мына жазып алады. Бата болғанда бір-екі ауыз Сол бір-екі ауыздарды қоссаңыз жинап. Түндік ниетлесің әзірет. Дастарханның әбесін берекет. Мәдинада Махамбет, Түркістанда Қожа Ахмет, Қосым Қожа, Ершетпенбет. Самарқанда Шаймазан, Бұхарада Бақуатын, Барагардан. 124-тің пайғамбар, 30-тің сахаба. Соларға берген медет. Шөме-шөмекөй Бозғылдың, Келдібайсен, Бекеттің әруақтары қолдасын. Бәле-желе ауру-соқырдан қорғасын. Еш жамандық болмасын. Талаптарың Алла оңғарсын. Әуелден ақырыңды беріп, қыдыра табысын жолдасын. Бата бір тұруға енді тәсімге барғанда біз әсем насыр болды. Біздер ертең айтып жүрейік деп, ешері сол бір-екі ауыз бата беріп. Солардан айтыңыз онда жазып, сізден естіп деп айтып жүрміз. Сәкен Сейілхан беріп жүр қазір атамға. Бағытыңыз тасын, басыңа елген береңіз, әрмен қарай қашсын, таулар болса күнаңыз, апы өтіп жүзілер, қатаңызды жақсын. Ертеңбені тұрғанда бөліп періште ызғыңды шашсын. Кемелге жетіп балалардың сағарда тұрып, Аллалап нұрға уын толтырып, отыңызды жақсын. Ақнанына пәғамбар жапағат түрлерді мәдет, Құда жолын қабыл болсын деп. Бұл тұрмақ адам батасы. Сөндеп айтасың. Жақсы. Бата бер дегенмін, мен жазып алайын, мен де ертең шал боламын, үлкейміз, жас уақытым бол. Соның берген батасы. Сосын жаңағы Исабайдан бір нағашымда жазып алайын. Айта беріп. Бата беріп. Айтыңыз Я Құдайым өзің бір, пайғамбардың нұрын бір, ердәуіттің ұлын бір. Я Құдайым қабыл ет, жалқаудың қамыл ет, нейтелсең әзірет, дастарханға келсін берекет. Мәдинада Махамбет, Түркістанда Қожа Ахмет, Қосым Қожа, Ершетпенбет.
Құда жолын қабыл мұрадың асыл болсын, осы отырған көпшіліктің ұсынысын ауымен деп періштелер қабыл қылсын, ауымен ойлап көреді. Исабайда ба? Исабайдың пәтерді? Иә. Онда бір далада жүріп, қой бағып жүріп, онда әсемнатыр болған ғой. Оғанда жазып берем деп. Нағашымыз бұл жағы. Сосын айтып еді, мынау жаңа түскен жас келін. Соған ақсақал патаңды бер дейді. Соның партасын мынау бір-екі ауыз берейін деді да, жаңа түскен келінге. Жаңа түскен келін келіп, шай іш, қолдан деп шақырады атасын ағайындар. Сол кезде беріп мынаған деп. Жас келіннің партасы. Исабай шереді. Иә. Қайырлы құтты болсын алған құсың, өзіңмен бір ағасын алған кісің. Өмірің ұзақ болсын, бақытты бол, кемліңе ақыры содан нұрын көз. Ісіңе ырза болсын, досың сенің, дұшпанның саған деген белгісінсіз. Жағдайлы ата-енеге бала болсаң, басыңа бақыт құсы келіп болсын. Әрқашан жақсылыққа жеткені бе, тойдан той аптасарым болып тұрсын. Көлі болар көптілігі деген ақыл, патасы осы көптің қабыл болсын, ауымен аулап бар. Шақырып шәбірген осыны айт дейді. Шақырып, жаңа түскен келіндерден мынау қайнағасы шай ішпейді ғой. Сол кезде осыны берді. Шақыра қойып сұрай қосады. Сөйтіп, сол әжеден не ғой? Көп бата жоқ онысы. Жаңа Тұмақыр атаң тағы бір нелері бар еді, айтатын еді, жаңа 18 мың қаламда жарылқауы көп бір құдай деп көп жерде айтатын еді. Тұмақыр атаң баталарынан көп айтасыз. Ондайды айтатын еді. Ондайды бар еді, енді ұмытып отырмын. Еске түсіріңіз, ұмытпаңыз. Өзбек ағайындарға берген баталардан қаракөл заводтардан бәрі сәкен келгеннен дайындалатын еді, батасын алып қолайық деп өзбек ағайындар. Оны жаңа жазып жүріп, жазғандар бар еді. Қай жерде қалған? Ол жаңа 18 мың адамды айтады. Ja, сол жоқ, әр жерде сізден де естимін да, көп жерде айтасыз ғой. Жаңа бір шапан жабады біреу барғасын, үлкен адам деп. Сол кезде соған шапан жапқан кезде мына патаны бер деп бір-екі пата жазып алдым да. Отбасы бала-шағаң аман болсын, тыныштық баршамызға заман болсын. Табиғат таусылматта ырзық беріп, таусылмас дастарханда тағам болсын. Абырой амандығың арта берсін, бағдәулет қазыңмен қатар келсін. Қонағың жақсы көрер, жиі келіп, үйіңнен тамды үзіңді тата берсін. Осындай ойын соғық бола берсін, үйсің тойлымаға тұра берсін. Өмірдің гүл жайнаған жәннатындай басыңа бақыт құсы қона берсін. Осы үйге көп бала берсін, балаға таулы етіліп сана берсін. Бәрі де балалардың өнері көп, бақыты барған сайын жана берсін. Осы үйге сұлу мінез келін келсін, келінге адал ниет пейіл берсін. Ақ көңіл ата-анаға мейірімді болып, қызығын бала-шаға түгел көрсін. Тыныштық елімізге бере берсін, молшылық жерімізге ене берсін. Соғыстан, зұлзарадан ертіміз аман болып, қызықты бейіт балын көре берсін. Жаныңда жақсы көрер, көршің болсын, көршіңіз жақсы болса беймет көрсін. Ағайын, туған туыс, жегеттарың бәрі де сау-саламат аман болсын. Рахметі пазылмен дайын болсын. Алдыңнан 8-5 кең сарай үйдің толып үйіне жиналды қарақ бір талай атамыз адам сәбидің Мұстафа болып туғасы. Келе жатқан жол осылай жаңылып кетіп құзыртыл айтпаға сөзін нақылай. Оң қарайын десе талапты құдіретке бараң бар. Тойдан тойға жалғасып бола берсін жақсылық. Әрдайым да осылай. Аумин. Сонда бір жазып алып ем сол. Сондай енді басқа ғой. Баталар қаяқтан бұл? Баталар деген міне осы ғой енді. Қандай тамаша баталар. Үлкендеп құрметтеп шапан жабады. Келін алған кезде, той болған кезде ақсақал деп сол кезде мынаны батаны бер. Бала-шағаң. Дұрыс. Үйсің, аман болсын. Балалардың талабы сол ғой енді. Сол сіздің осындайды айтасың деп сондай жазып алып, сондай ғой енді. Мен көп бата білмеймін. Қаржекеңнің баталарына Қаржекеңнің дұрыс болмайды деп айтады дейін етті Сәкен. Жүрегің алтыннан болсын, күрегіңде болып оны айтып атса Сәкен бұл бата болмайды деп айтады. Оның дұрыс емес енді. Қаржекең соны айтатын еді шәрі. Мұна пата дегеннен шығады ғой. Сөйтіп Жолай атам мен аспанның кедейі дос болады ғой. Енді үлкендердің айтып отыр. Бірақ осы ел аузында осы неше түрлі нұсқада айтып жүр. Негізі берілген бата Жолай атамдікі. Біреулер кетіп айтып дейді. Кедей мен Жолай атам Құдайды ортаға салып дос болады екеуі. Кейін бала-шағалы болғаннан кейін бір күні кедейдің Сұрман деген баласы үйленетін болады арқадан. Барып
жаңа қыздың ауылына барып құда күйеу қызды аттандыратын кезде қыздың төркіндері бай кісілер болады да, отаулап ұзатады, алдына еншілі мал салады, қыз ақылды екен дейді. Сонда келе жатқан кезде жаңағы пұсырманға айтады ғой, біз енді талақ қылып үйленіп жатырмыз, ауылыңда бір батай беретін кісі бар ма дейді. Сонда жігіт пұсырман тұрып айтады, ауылда бар, Жолай деген ағам бар, елге сыйлы, беделді, ауылды дуалы кісі, сол кісінің батасы алу керек. Сонда келіншек айтқан екен, барғасын ұмытып кетпе, осы айтқан үлкен кісінің батасын алайық бірінші деп. Сөйтіп далада көш, баяғы айдаған малы бар, түйенің үстіне жүктеген жасауы бар, үй бар. Сөйтіп келе жатқан кезде жолдан бұларға тарс Жолай атам кездеседі ғой. Жол сапар шегіп бара жатады. Пұсырман танып шауып барып амандасады, 3-4 атты. Сөйтіп та баяғы айтылған нәрсені ұмытып кетіпті дейді. Қайтып келеді. Қайтып келсе, кім ана кісілер сұраса, кешегі айтқан Жолай ағам кетіп бара жатыр екен дейді. Ойбай, біз сол кісінің батасын алуымыз керек ғой. Сен тоқтат. Осы жерге еру қылайық. Батасын алуымыз керек. Мен кеше айтып едім ғой, бірінші осы кісінің батасын алуымыз керек. Ауыл дуалы болса, өзі елге сыйлы, беделді кісі болса, біз талақ қылып үйленіп жатқан жастар бірінші осы кісінің батасын алайық деп. Сонан жүгіріп барып, шауып барып, қайтадан ойбай, Жолайға осы жерге еру боламыз, көш тоқтатамыз. Бізге батаны өріп кетесіз, қазір мал сойдыртады, сойлады. Бірден көшті тоқтатып, келіншектің келе жатқан келіннің айтымымен ақылды кісі да. Содан 3-4 керегеден жаппа қылып Жолай атамды түсірген екен дейді. Бір қозысын сояды. Жолай атам шаршап кетіп келе жатқан кісі жаппаның ішіне көріп көзі ілініп кетеді. Қолының еті деген не? Бір қайнаса піседі. Бір кезде ата тұрыңыз, тамақ дайын болды. Тұрып тамақ жеп болғаннан кейін келіншек пен күйеу шақырып бата береді ғой. Сонда беріп отқан батасы дейді ғой. Сарғайсын аузыңдағы отызсын, қардайсын өзіңменен алған кісің. Анасы 30 жылдың сен боларсың, шайтан болып кетпесе көрген түсін деп. Расында да енді ауыз дуалы, сол пұсырман 3 әйелден 30 жылды болған. Бірақ бір әйелден емес, 3 әйел алған, 3 әйелден 30 жылы бар. Кедейдің ішінде ең өсіп кеткен пұсырман деген. Әне батаның керемет. Ол батаменен ерге көретін. Жаңбырмен ерге көретін. Бата бұрын адам қайыққа барса, соғысқа барса да батасын алып кетеді. Ұрысқа барса. Әне сондай баталардан енді сізде мына балдарға ойға түсіп жатса. Сол түсуге жазып отқан. Жазып алғандарың бар ошағы. Яғни малмен бас. Қашанда тілмен сұқтан алмасақ та қасында бірге болсын бір парасы. Үйленіп өнер білген өрге жетсін, үлгі алсын, қатар болғы замандас. Қолын ұрып отаулардың оң жағына қызығын көрсінен ата-анасы. Алдынан шамшырағы қарсы жанып гүлденсін жермен көктің екі арасы. Шалдысын періштенің құлағына біздердей қариялардың ақ батасы. Амин Аллах. Ал енді мына компот кім бөлек беріңіз енді? Компот кім бөлек? О, берсеңізші мына балдар жазып алатын тағы біреуден. Малыға. Жоқ қой, бар болса. Қой, компоттың батасы, аумен қыл, іләхиде. Мен бір бата берейін, бергенде батан детейін, әуелі Құдай оңдасын, әуелері қолдасын, малың менен басыңа ешкемалдық болмасын. Берекелі бақ болып бірде өсін мал басың, несібің артық сайын көзегің ешбір талмасын, жаратқан ем жар болып пендеге күнің салмасын. Қайыр бірін қылсаң қанатыңмен қағып өт, шарда суяқы кесімде жәрдемде соғалып өт, ықыласпен тілек тілейін, тілекті Алла қабыл ет. Амин Аллах. Атаң енді ашылып қоятын. Шайдың батасында боламыз. Шайды кім берді? Берді қой, бәріне. Мен ертең берем. Мен сізден асып кетіп. Дарияның қасынан құдық қазба деген бар, Смағұл аға. Сіз Дарияның қасынан, сіз батаның дариясыз. Рас қой, оны мойындау керек. Шайдың батасын бер деп тұр. Ал. Ал, иләмин. Мен батамды берейін, үстін басым берейін, арқашанда осыға қуанышқа келейін. Жақсылық сізден кетпесін, жамандық келіп жетпесін. Құдайым пейіліңе байлық сізден өтпесін. Қыдыр болсын жолдасың, әруақтар қолдасын, арам ниетті дұшпаның, біз алғанда оңбасын. Аман болсын мал басың, адал болсын жолдасың, қосағымен қосағар,
қосағыңыз жалғыз қалмасын, бейбітшілігіңіз аман болсын, елдерге аман болсын, осы айтқаным қабыл болып, батармен тамам болсын. Ел сұрамасын деп. Баяғы келгешті